Саламатсызбы балалар. Бүгінгі тақырып сандық сәуле. Бүгінгі тақырыпта сәулелердің орын табу үйренеміз. Сандар сандық сәуледе ретімен тұрады. Әр сәннің өз орны болады. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші. Түсіп қалған сандарды тап. Бірінші, үшінші, төртінші, бес. Ойлап табамыз. Жетінші. Яғни сұрақ белгісін қоямыз, қай санды табу керек екен. Екі болады, жауабы 5 болады және 6 болады. Қанша сан түсіп қалған? Келесі мысал қарастырсақ. Бұл қандай сандар? Тағы да ойланып тауып көреміз. 1, 2, 6, 7, 8. Және ойланамыз. Қандай сан түсіп қалған? Бұның жауабы 3, 4, 5. Яғни 3 сан түсіп қалған. Келесі мысал тірек сөздер анықтаймыз. Ортасындағы санның екі жандағы санды анықтаймыз. Біріншісі ол алдыңғы сан деп есептеледі. Келесі сан деп есептеледі. Яғни сөз сандардың арасындағы сандар ата 1, 2, 3, 4, 5, яғни 2 мен 5-тің арасында сандарды ата. Бірінші алдыңғы сан бат, үшінші келесі сан бат. 5-тікі 4-ші сан алдыңғы бат, 6-шысы келесі сан бат. Келесі мысал келтірейік. Мына мысалда да рет-ретімен қоямыз. Ойланамыз, қараймыз. 1, 3, 4, 2, 5. Мұны қалай рет-ретімен қоямыз? Сұрақ белгісі. Банағы сандық сәуленің қолдану арқылы рет-ретімен қоямыз. 1, 2, 3, 4, 5. Дұрыс жауабы осы. Және бір мысал сандық сәуле. 1, 2, 3, 4, 5. Осымен тамам. Балалар, сау болыңыздар, аман.